Мен әлемнің әдемі екенін естідім. Қарағандыда көз жанары көрмейтіндер мен нашар көретіндер жұмыс істейтін кәсіпорын бар. Олар қажетті және өте танымал өнімдер жасайды. Толығырақ сюжетте. Қарағанды оқу өндірістік кәсіпорны Қазақ соқырлар қоғамы 1941 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Бүгінде елімізде қоғамдық бірлестіктің 29 кәсіпорны жұмыс істейді. Біреу шикізат шығарады, енді бірі жартылай фабрикатталған өнімдер, тағы басқа сұранымдағы өнімдер даярлайды. Негізгі қызмет түрлерінің бірі бақша орталығы. Кәсіпорында бір жылдық, көп жылдық гүлдер, ағаш бұта дақылдары өсіріледі. Сондай-ақ олар суару жүйелерін жобалаумен және орнатумен айналысады. Бақша құралдарын, қорғаныс құралдарын, тыңайтқыштарды сатады. Теплица у нас существует уже 4. Жылыжай бізде 4-ші жыл жұмыс істейді. Жылдан жылға біз өз қаламызды және бүкіл облысты гүлдермен безендіруге тырысамыз. Мүмкіндігінше жақын маңдағы көршілес өңірлерге жеткіземіз. Биыл біз 320 мың гүл отырғызуды жоспарлап отырмыз. Өндірістік цехтар бойынша экскурсияны кәсіпорын директоры Бақытбек Бейсенбаев жүргізді. Қоғамдық бірлестік сонымен қатар буып-түйу материалдар мен бір рет қолданылатын ыдыс-аяқ өндірумен айналысады. Бұл участокта процесті, жалпы станоктар жұмысын көз жанары көретін қызметкер басқарады. Бұл жұмыстың қауіпсіздігін қамтумен байланысты. Ал мүгедектігі бар адамдар көмекші жұмыстармен және қаптамамен айналысады. Работа нравится, работа. Маған жұмыс ұнайды, қиын емес, бәрі сәйкес келеді. Мен бұл салада 4-ші жыл жұмыс істеймін. Әрине, кейбір іске қабілет қажет, бірақ ол да әр жыл сайын дамитын болады. Технологиялар даму үстінде, және біз де оны меңгеріп алуға тырысамыз. Кәсіпорын түрлі техникалар, тепловоздар, камаздар мен тракторлар үшін май, отын және ауа сүзгілерін дайындайды. Сондай-ақ олар жиһаз өндірумен, металл өңдеумен және тігін өнімдерін шығарумен айналысады. Түр жинағы өте үлкен, төсек орнынан жұмыс киіміне дейін. Бұл кәсіпорында өз қызметкерлерін оқытып, біліктілік шыңдатып отырады. Ерекшеліктері бар адамдарға мұндай ортаға бейімделу оңайырақ. Татьяна 1,5 жылдан бері тігін цехында жұмыс істейді. Раньше я работала в сельской. Жалпы зағиптар қоғамның кәсіпорында бүгінде ерекше қажеттіліктері бар 18 адам жұмыс істейді. Кәсіпорында негізден ұрпақтан ұрпаққа кәсіп қалдырған отбасылар да еңбек етеді. Бірақ қажет болған жағдайда жұмыспен қамту орталығы арқылы қосымша арпар жарияланып, жұмысшылар алады. Сондай-ақ жақын арада тағы да 20-ға жуық жұмыс орнын ашу жоспарлануда. Зағип адамдар пайдалы болғысы келеді және олардың да осы қоғамның бір бөлігі екенін түсінгісі келеді. Ақнұр Мырзатаева, Айша Өсенбекова, Шалқар Алтынбеков, Наталья Заяц, 5-ші арна.